Сәлем достар, мен бүгін танысу видеосын жасағым келіп отыр. Менің есімім Мұстафа Мейіржан, Семей медицина университетінің 3-ші курс студентімін. Мен жалпы медицинаға қалай келдім? Мені қызықтырған кім? Мен Семей медицина университетіне вообще түсемін деп ойлаған емеспін. Жалпы история былай. Мектепте оқып жүрдік, как обычный балдар сияқты. И солай оқып жүрдім. Сосын 9-шы сыныпқа келгеннен кейін химия пәні мені қатты қызықтырып алды өзіне. И мені сосын медицинаға итермелеген бірінші адам ол Шолпан апайым, өзімнің химиядан сабақ берген мұғалімім. Солай күнде сабақ оқитынбыз. Химияны қатты жақсы көріп қалдым. Химиядан басқа сабақ оқыған жоқпын. Солай ақырын қызыға бастадым. Бірақ ол кезде мен жаңа химияның ішкі саласына ғана кетем деп ойлайтынмын. Өйткені химияны көп оқитынмын. Одан кейін мен 10 сыныпта япониялық дәрігер деген сериалды көрген шығарсыздар. Сол сериалды көргеннен кейін менің дәрігерлікке деген нем ашылды. Қатты қызығушылық болды менде. И солай мен дәрігер боламын деп нақты шештім. И сосын бәрі айтып кетті маған, сен түсе алмайсың, түсу қиын, медицинада оқу қиын деп бәрі айтып кетті. Сонда да мен дайындалып бастадым. Бізде кәдімгідей болып, яғни карантинге дейін өте күшті дайындалдық. И карантинге басталғаннан кейін ешқайда шыққан жоқпыз, тек қана үйде болдық. И осы кезде менде бір айға үзіліс болып қалды ұбт-дан дайындалмауға. И солай мен вообще дайындалған жоқпын. Одан кейін ұбт-ға келдік. ұбт-дан мен жоғары балл аламын деп ойладым. Алдым, 106 балл алып шықтым да, солай көңіл күйім түсіп кетті бірден. Өйткені Асфендияровқа түсу баллы ол кезде 120 болған болатын. Солай мүлде медицинадан кетем деп, яғни түсе алмаймын деп қатты өкінген болатынмын. Бірақ Алла қолдап Семей медицина университетіне түстім. Сосын ақырын сабақ басталған болатын. Бізде онлайн болды бірінші курстың бірінші семестрі. Вообще сабақ оқыған жоқпын, шынын айтамын. Құрып презентацияны ашып, айтып, аудиомен бір нәрсе жібере салатынбыз. И солай биохимиядан 33 балл алып, летаға қала жаздадым. И солай пересдача тапсырып, екінші семестрға келдік. Солай әрең дегенде өттім биохимиядан. Екінші семестрда тағы Семейге келдім. Семейде туыстарым бар еді. Туыстарыма алғаш келдім, күтіп алды. Солай менде қатты не болды, кеткім келді Семейден. Қатты ұнамады бір жағынан, басқа жер, басқа адамдар, басқа окружение болды. И солай өзімді қатты жаман сезіндім. И солай ата-анамды үйге шығарып салғаннан кейін жылап та алдым. Солай сабақты мен неде бастадым, яғни үйге қайтқаннан кейін жазда. Бір курс бойы сабақ оқыған жоқпын, шынын айтсам. Анатомияны оқыған жоқпын. Енді содан кейін бастап қана осознал, что медицинаны дұрыстап оқу керек екенін. Жанымдағы достарым бірінші себеп болды жақсы оқуыма. Себебі олар өте жақсы оқиды сабақты. Көп алтын белгімен бітіріп келген жақсы оқушылар болғаннан кейін менде олардан көріп мотивация алдым. Бірінші мотивация солар болды да, одан кейін сабақты бастадым. Ақырын бастадым. Бірақ фундамент жоқ болды анатомиядан. И мен құлай бердім. И қайтадан анатомияны оқуыма тура керек болды. И жанымдағы достарым, одан кейін мен Қуаныш ағаймен таныстым. Қуаныш ағай мені 2-ға үйреткен болатын. 2-ға үйретті, шипагер курсына қатыстым. Солай медициналық білімді жақсы шыңдап алдым. Қазір базалық деңгейде анатомия, физиологияны жақсы білем. Сонда да қайталауым керек көп нәрсені. Одан кейін Берік Ермұханов деген жігітпен таныстым. Берік Ермұханов, Қуанышты медицина, тағы басқа. Енді осы екі кісі маған блогымды жүргізуде өте көп себепші болды. Көп алғысымды айтам. Қазір
көп білім алдым ол кісілерден. Солай мен бастаған болатын, да сөйлеуді де үйреткен болатын. Әлі де слабыймын көп нәрседен, бірақ әлі бірге дамимыз. 23-ші жылы 28 март 2 күн бұрын өзіме мақсат қойдым. Ол мақсат әлемдік деңгейдегі дәрігер болу. Бұл мақсатқа қоюда себепші болған әуелі Алла, одан кейін Қуанышты медицина доктор Дәулетбаев Қуаныш ағайыма өте көп алғысымды айтамын. Қуаныш ағай маған өте көп білім берді. Қуаныш ағай арқылы мен Берік Ермұхановпен таныстым, көптеген студенттермен таныстым, білімді студенттермен таныстым. Солай менің өмірімді 180 градусқа өзгертуге себепші болды. Ол кісі менің ұстазым, мотиваторым. Бұйыртса сол ұстазым сияқты өте білімді, өте тұрақты адам болғым келеді. Сол кісіден қазірде білім алып жатырмын. Бұйыртса бірге дамиық, осы мақсаттарға бірге жеткізейік. Менің мақсатым былай болды, яғни Қазақстан медицинасын көтеру. Яғни қазіргі пациенттар, Қазақстан халқы дәрігерлерге 80% сенбейді, даже оқымайды. Көп студенттер осыны жою, яғни жақсы кішкене болсын өз үлесімді қосу, басқа өз білгенімді бөлісу басқа студенттермен, басқа оқушылармен. Өзімде білім алып жүріп, білім беріп жүріп, білім алғым келеді. Бұйыртса бірге дамиық. Бұл канал өшпейтін болады. 3 күн сайын тұрақты видео салынады. Күнделікті спортпен айналысам, күнделікті кітап оқимын. Қазір оқып жатқан кітабым «Бедный папа, богатый папа» деген кітап. Осылай күнде тұрақты бірге дамиық. Назарларыңызға өте көп рахмет.